Қайырлы күн. Қазақ тілі 9 сынып. Сабақтас құрмалас сөйлем. Тілдік бағдар бойынша сабақтас құрмалас сөйлемге арналған сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақта сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлеріне тоқталдық. Атап айтатын болсақ, шартты бағынқылы сабақтас, қимылсын бағынқылы сабақтас, себеп бағынқылы сабақтас және мезгіл бағынқылы сабақтасқа біз тоқталдық. Енді біз бүгінгі сабағымызда қарсылықты бағынқылы сабақтас және мақсат бағынқылы сабақтасқа тоқталамыз. Мақсат бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Мақсат бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің бағынысындағы іс, басыңқыдағы іс-әрекеттің мақсатын білдіреді. Бағанғының баяндауыштары тұйық етістікке және болжалды келер шақ есімшенің болымсыз түріне үшін шылауының тіркесуі арқылы жасалады. Екінші жасалу жолы мақ-мек есімшенің жұрнағына болып көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалады. Мақсатты бағынқылы сабақтастың үшінші жасалу жолы етістіктің шартты қалау бұйрық райына деп көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалады. Енді осы ережелерге сәйкес мысалдарды талдап көрейік. Бірінші сөйлем. Дәуіт ұшып кетпеу үшін қарлығаш оның қанатын қырқып қояды. Бұл сабақтас құрмалас сөйлем. Себебі бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз. Енді басыңқы сөйлемнен бастаймыз. Басыңқы сөйлемнің баяндаушы бізде қырқып қояды. Астын екі сызықпен сызамыз. Қырқып қояды. Қырқып қояды. Екі сызықпен баяндаушының астын сызамыз. Бастауыш. Қарлығаш. Не? Енді бағынқы сөйлемнің баяндаушы. Ұшып кетпеу үшін. Ұшып кетпеу үшін бағынқы сөйлемнің баяндаушы. Ал бастаушымыз Дәуіт. Енді бұл мақсат бағынқылы сабақтас. Себебі бағынғының баяндаушы болымсыз етістікке деген болымсыз етістің жұрнағы тұйық етістің жұрнағы жалғанады және үшін деген шылаудың тіркесуі арқылы жасалады. Бұл бағынқы сабақтас құрмалас сөйлемнің бірінші жасалу жолында айтылып еді. Келесі сөйлем. Адам мен ат жазым болып жүрмес үшін тек айналма бәйгемен тынбаққа келісті. Сабақтас құрмалас сөйлем. Басыңқының баяндаушы келісті. Ол деген сөз жасырын тұр. Келесі бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы жазым болып жүрмес үшін. Яғни жазым болып жүрмес үшін бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы. Бастаушыны айтып кетейік. Кім? Адам, не ат. Бағыныңқы сөйлемнің баяндаушының жасалу жолы жүр етістік, ме болымсыз етістіктің жұрнағы, с есімшенің жұрнағы. Үшін шылау. Демек, болжалды келер шаққа үшін деген шылаудың тіркесуі арқылы жасалып тұр. Келесі сөйлем. Ат тұяғының дүбірі естілмесін деп, бұлар ауылдың ық жағымен жүрді. Сабақтас құрмалас сөйлем. Басыңқының баяндаушы жүрді. Бастауыш кімдер? Бұлар. Енді бағынқының баяндаушы естілмесін деп, бағынқының баяндаушы бастауыш дүбірі. Несі естілмесін деп дүбірі. Енді бұл сабақтастың қай түрі? Бұл мақсат бағынқылы сабақтас. Себебі бағынқының баяндаушы бұйрық райлы етістіктен, мынау бұйрық райлы етістікке деп көмекші етістігінің тіркесуі арқылы салып тұр. Мынау бұйрық рай естілмесін деп.
Келесі сөйлем. Абай оңаша сөйлесейін деп Мағаш Әбіштерді осында шақыртқан. басыңқының баяндаушы шақыртқан. Бастауыш Абай, екеуіне ортақ болып тұр, Абай шақыртып тұр. Енді бағыңқының баяндаушы сөйлесейін деп. Бұл да мақсат бағыңқылы сабақтас. Себебі бұйрық райлы етістікке, мен сөйлесейін, бұйрық райлы етістікке деп көмекшесі етістігінің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Келесі сөйлем. Абайлар ойқұдықтағы ауылға жете қонбақ болып, аттарын шоқыта жөнелді. Сабақтас құрмалас сөйлем. Бағыңқының баяндаушы шоқыта жөнелді. Басыңқының баяндаушы шоқыта жөнелді. Баяндаушы ексімізамыз. Бастауыш ортақ екен Абайлар. Енді бағыңқының баяндаушы ауылға жете қонбақ болып. Ауылға жете қонбақ болып. Бағыңқының баяндаушы жете қонбақ болып. Демек, бұл да мақсат бағыңқылы сабақтас. Себебі бағыңқының баяндаушының жасалу жолына келетін болсақ, қон түбір етістік, бақ көмек есімшенің жұрнағы және болып көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалған. Демек, бұл мақсат бағыңқылы сабақтас. Келесі. Білмеген білсем деп оқушылар ынтығар. Сабақтас құрмалас сөйлем. Басыңқының баяндаушы ынтығар. Бастауыш кімдер? Оқушылар. Бағыңқы сөйлемнің баяндаушы білсем деп. Бастауыш ол жасырын тұр. Бұл енді мақсат бағыңқылы сабақтас. Себебі мақсат бағыңқылы сабақтастың бағыңқының баяндаушының жасалу жолына келсек, біл етістік, се шартты райдың жұрнағы, м жіктік жалғау бірінші жақ. Және деп көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Шартты рай. Демек, қорытып айтқан кезде, мақсат бағыңқылы сабақтастың баяндаушының жасалу жолдары есімшеге немесе тұйғы етістікке үшін шылауының тіркесуі арқылы жасалады екен. Екінші жасалу жолы мақ-мек деген есімшенің жұрнағына болып көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалады екен. Сол сияқты етістіктің шартты қалау бұйрық райына деп көмекші етістігінің тіркесуі арқылы жасалады екен. Бұл мақсат бағыңқылы сабақтастың баяндаушының жасалу жолдары. Енді қарсылықты бағыңқылы сабақтас құрмалас сөйлемге келейік. Басыңқы сөйлемдегі ой бағыңқыда айтылған ойға немесе бағыңқыдағы ой басыңқыдағы ойға қарсы қойылатын сабақтастың түрі қарсылықты бағыңқылы сабақтас құрмалас сөйлем деп аталады. Бағыңқы сөйлемнің баяндауыштары мынадай тұлғалардан жасалады. Бірінші сөйлемге қараймыз. Сөйлемді ішінен бастауыш пен баяндаушты табамыз. Және бағыңқының баяндаушының жасалу жолына тоқталу арқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің қай түрі екен ажыратамыз. Қанша тырысса да тобығы орнына келмеді. Бұл сабақтас құрмалас сөйлем. Себебі бірінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз. Келмеді, орнына келмеді баяндауыш. Бастауыш несі? Тобығы. Бастауыш. Енді бағыңқы сөйлем керек. Тырысса да баяндауыш. Ол бастауыш жасырын тұр. Енді бағыңқының баяндаушына келетін болсақ, түбірі тырыс етістік, са шартты райдың жұрнағы, да шылау. Демек, бұл бірінші жасалу жолы. Бұл қарсылықты бағыңқы сабақтас. Мағыналары бір-біріне міне қарама қарсы мағынада айтылып тұр. Қанша тырысса да тобығы орнына келмеді. Енді екінші сөйлем. Мотор үні өшті демесең, екпіні басылмай тұр. Сабақтас құрмалас сөйлем. Бағыңқының баяндауышы басылмай тұр.
Бағанқының баяндауышы басылмай тұр. Так, астына екі сызып жасаймыз. Басылмай тұр. Так, несі екпіні бастауыш? Енді бағанқының баяндауышы өшті демесең. Бағанқының баяндауышы несі өшті демесең? Мотор үні бастауыш. Бағанқа сөйлемнің баяндаушын жасалу жолына келейік. Түбірі де көмекші етістік, ме болымсыз етістіктің жұрнағы, ма, ме, ба, бе, па, бе деген, се шартты райдың жұрнағы, ың жіктік жалғау бірінші жақ. Мағыналарына келетін болсақ, мағыналары да бір-біріне қарама қарсы. Мотордың үні өшті, бірақ екпіні басылмай тұр дейді. Демек, бағанқының баяндаушын жасалу жолы болымсыз тұлғадағы етістіктің шартты райынан болады. Бұл қарсылықты бағанқылы сабақтастың екінші жасалу жолы. Енді келесі сөйлемге назар аударайық. Бұл атыраптың күні ыстық болғанмен түні салқын. Басыңқы сөйлемнің баяндаушы салқын. Қандай салқын? Несі салқын? Түні бастауыш. Енді бағанқы сөйлемге келейік. Болғанмен баяндауыш. Несі болғанмен? Күні бастауыш. Мағыналары бір-біріне қарама қарсы. Күні ыстық, ал түні салқын. Бағанқының баяндаушын жасалу жолына келетін болсақ, бол түбірі етістік, ған есімшенің жұрнағы, мен көмектес септігінің жалғауы. Демек, көмектес септік тұлғасындағы есімшеден болады. Келесі сөйлем. Мыңның түсін білгенше бірдің атын біл. Басыңқы сөйлемнің баяндаушы біл, бастаушы сен деген сөз жасырын тұр. Мыңның түсін білгенше, бағанқының баяндаушы білгенше. Бастаушы жасырын тұр сен. Енді бағанқының баяндаушын жасалу жолына келейік. Біл етістік, ген есімше, ше жұрнақ. Демек, шаше деген шаше тұлғалы есімшеден бағанқының баяндаушы жасалады екен. Дүкеннің жабық екенін біле тұрып, Рүстем оған беттеді. Басыңқы сөйлемнің баяндаушы беттеді. Кім? Рүстем бастауыш. Жабық екенін біле тұрып бағанқының баяндаушы. Ол жасырын тұр. Яғни бастаушы жасырын. Енді бағанқының баяндаушын жасалу жолына келейік. Түбірі біл етістік, е көсемшенің жұрнағы. Тұрып деген көмекші етістіктің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Бұл да қарсылықты бағанқылы сабақтастың бір жасалу жолына жатады екен. Бетіме көз салмастан жасқа ерік бергеніне таң қалдым. Сабақтас құрмалас сөйлем, себебі бірінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз. Енді басыңқы сөйлемнің баяндаушын табайық. Не істедім? Таң қалдым баяндауыш. Мен деген сөз мына жерде жазатын болсақ, бұл жерде мен деген сөз бастауышы бізде жасырын тұр. Мен. Бетіне көз салмастан, бұл бағанқы сөйлем, баяндаушы көз салмастан. Енді ол, бұл жерде бастаушы ол. Ол менің көзіме бетін салмастан, ол салмастан, яғни бастауыш жасырын тұр. Енді бағанқының баяндаушын жасалу жолына тоқталайық. Сал етістік, ма болымсыз жұрнағы, с есімше, тан шығыс септігінің жалғауы. Демек, шығыс септік тұлғасындағы болымсыз есімше түрінен жасалады екен. Демек, міне біздер қарсылықты бағанқылы сабақтастың 6 жасалу жолына тоқталдық. Атап айтатын болсақ, шартты райлы етістікке да, де деген шылаудың тіркесуі арқылы жасалады екен. Шартты райлы да, де шылаудың тіркесуі арқылы жасалады.
Екінші, болымсыз тұлғадағы етістіктің шарттары айынан болады екен. Міне мысал арқылы дәлелдедік. Одан кейін үшінші жасалу жолы. Есімшеге мен деген көмектес септігінің жалғану арқылы жасалады екен, бағанықтың баяндаушы. Төртінші жасалу жолы шашы тұлғалы есімшеден болады екен. Бесінші, көсемшеге тұра, тұрып деген етістіктің тіркесу арқылы жасалады екен. Және алтыншы жасалу жолы есімшеге тан шығыс септігінің жалғануы арқылы жасалады екен. Демек, қарап отырсақ, осындай бағыныңқы сөйлемнің баяндаушының жасалу жолын еске сақтаймыз және басыңқыдағы және бағыныңқыдағы және басыңқыдағы істің бір-біріне қарама қарсы екеніне назар аудара отырып, бағыныңқының баяндаушының жасалу жолдарын еске сақтай отырып, енді біздер тест тапсырмаларын орындаймыз. Тест тапсырмалары сұрақтары тек бүгінгі тақырып бойынша қарсылықты бағынқылы және мақсат бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлемге арналған. Ендеше тест жұмысын орындауға кіріселік. Бірінші, сабақтас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Сабақтас құрмалас сөйлем ережесіне назар аударамыз. Мен бірнеше сұрақтарын ауызша түсіндіріп өтейін, одан кейін өздеріңіз әрі қарай орындайсыздар. Екінші сұрақ, мақсат бағынқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолын көрсетіңіз. Жаңа біз жоғарыда айтып өттік, мақсат бағынқылы сабақтастың бірнеше үш жасалу жолы болды. Соның ішінен бір жасалу жолын анықтап табасыздар. Келесі сұрақ, қарсылықты бағынқылы сабақтас. Бағынқыдағы ой басыңқыдағы ойға, немесе басыңқыдағы ой бағынқыдағы ойға қарама қарсы мәнде айтылады және жасалу жолдарына назар аударамыз. Төртінші, мақсат бағынқылы сабақтас. Жаңа айтылып өтілген ережелерге, мақсат бағынқылы баяндауыштың жасалу жолдарына назар аудара отырып, мақсат бағынқылы сабақтас сөйлемді табамыз. Келесі бізде қарсылықты бағынқылы сабақтас. Қарсылықты бағынқылы сабақтастың жасалу жолдарына, бағынқының баяндаушының жасалуына назар аударамыз. Енді қалған нұсқалардың, тапсырмалардың бәрі де дәл осындай түрде берілген, сондықтан өздеріңіз көз жүгіртіп қарап отырып, орындап шығыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман, саулықта болыңыздар.